Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі біздің өтетін сабағымыз Абай Құнанбаевтың 8-ші қара сөзі. 8-ші қара сөзін талқылайтын боламыз. Осы ақылды кім үйренеді? Насихатты кім тыңдайды? Біреу болыс, біреу би. Олардың ақыл үйренейін, насихат тыңдайын деген ойы болса, ол орынға сайланып та жүрмес еді. Олар өздері де үздік кісіміз, өздеріміз біреуге үлгі беріп, ақыл айтарлықпыз деп сайланды. Өздері түзеліп жеткен, енді елді түзерлік-ақ қалған. Ол не қылып тыңдасын, және тыңдайын десе де қолы тие ме? Басында өзіндік жұмысы бар. Ұлығымызға жазалы болып қаламыз ба? Елдегі бұзақыларымызды бүлдіріп аламыз ба? Немесе халқымызды бүлдіріп аламыз ба? Яки өзіміз шағымдап, шығынымызды толтыра алмай қаламыз ба? Деген ебіне қарай біреуді жетілтейін деп, біреуді құтылтайын деген бейнетінің бәрі басында қолы тимейді. Байлар, олар өздері де бір күн болса да дәулет қонып, дүниенің жарымы басында тұр. Өзінде жоқты малыменен сатып алады. Көңілдері көкте, көздері аспанда. Адалдық, адамдық, ақыл, ғылым, білім, еш нәрсе малдан қымбат демейді. Мал болса Құдай тағаланы да паралап алса болады дейді. Оның діні, құдайы, халқы, жұрты, білімі, ұяты, ары, жақыны бәрі де мал. Сөзі қайтып ұқсын, ұғайын десе де қолы тие ме? Ол малды суармақ, тойғызбақ, саудасын жиғызбақ, күзеттірмек, бақтырмақ, ұры, бөрі, қыс суық, сұғанақ солардан сақтанбақ. Солардан сақтарлық кісі таппақ. Оның бәрін жайғастырып аяғын алып, келіп мақтанға орналастырған шағашан қолы тимейді. Енді ұры залым, сұм сұрқия өздері де тыңдамайды. Онша-мұнша қой жүнді қоңыршалар күнінде көре алмай мысық жүр. Аналар анадай болып тұрғанда білім, ғылым, ақылды не қылсын? Және де білім, ғылым кедейге керегі жоқтай-ақ. Бізді не қыласың, ана сөзі ұғарлықтарға айт, дейді. Оның өзгеменен ісі жоқ. Ана алдындағы үшеуіндей болған жанның ойында ешбір қайғысы, мұңы болмаса керек. Мал ешек оңбаған деген сөз сондайдан қалған екен. Сонымен оқушылар, Абайдың қара сөзінде не айтылады? Қандай ой түйдіңдер? Терең жасырылған ойдың мәнін ашыңдар. Және мына сұрақтарға жауап беріңдер.